шылбырым болды. Ол кезде Сайтама тылсым күші жоқ, жұмыс іздеп жүрген қарапайым адам болатын. Бір күні ол Крабланта деген құбыжықты кездестіреді. Екеуі әңгімелесіп, құбыжық Панзеріне 2 сосок сызып берген ол баланы іздеп жүргенін айтады. Екеуі сөйлесіп жатқанда, жаңағы бала алдарынан өтеді. Құбыжық баланың сазайын бермекші болады, ал Сайтама мұрынбоққа араша болады. Прикинь. Сонымен екеуі қырылып, Сайтама құбыжықты жеңеді. Сол сәттен бастап ол герой болу керек деп шешім қабылдап, күш алу үшін супер қаһармандық жаттығуларын бастайды. Келесі сюжетте Сайтаманың аспан мен жердің мстителі вакцинаменді жеңгені көрсетіледі. Содан кейін ең күшті ағайындардың жақтарын айырады, крышалонмен қырылып жеңеді, және Сайтаманың ең эпикалық жеңістерінің бірі бірінші сериядағы жерасты құбыжықтарымен. Күресті сипаттау қиын, оның қалай болғанын көргенің дұрыс болады.